Қонаев қаласы Қапшағай су қоймасының жағасында орналасқан. 2022 жылдан бастап Алматы облысының әкімшілік орталығы болды. Қапшағай су электр станциясы салынғаннан кейін Қапшағай қаласында бой көтеріп, елдің стратегиялық маңызды нысанына айналды. Бір кездері Қапшағайдың етегінде іле бөгеліп, жаңа бір шалқар айдың көл пайда болды. Сол көл 2000 жылдан бастап көптеген туристердің қызығушылығын арттырған жағалауға айналды. Эфирде Тест Қазақстан бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Әйгерім Сағажинова. Көрермендерімізді Қазақстанның көрікті жерлерімен және қазақ тағамдарының ерекше рецептімен таныстырамын. Бүгін біз сүбе орама тағамы мен қара құмық шайын дайындаймыз. Сүбе орама мерекелік тағам. Оны достар бас қосқанда дайындаған. Бұл тағамның негізгі ингредиенттері бағланның сүбе еті, үй сүзбесі, жусай, тұз және бұрыш. Біз сүбе орама жасау үшін алдымен етті дайындап аламыз. Қабырғаның етін сылып алу керек және жақсылап тұздаймыз. Такую вот заготовочку мы должны подготовить. Және жақсылап тұздаймыз. Тұзды үш жағына себеміз, кішкене бұрыш қосу керек. Добавляем немного перца. Осылай етті біраз уақытқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Үй сүзбесін, яғни қолдың сүзбесін алайық. Оған аздап тұз, бұрыш және жусай қосамыз. Перца и жусай. Бұл тағамды қонақтарға ыстық немесе салқын күйінде ұсынуға болады. Кей жағдайда тойымды тамақ ретінде де дастарханға қоюға болады. Мұқият араластырамыз. Қазақтың ас үйінде көптеген тағам негізінен аралас дайындалған. Мысалы, сүт, астық және ет өнімдерін қосып дайындаймыз. Так как основа всей традиционной казахской кухни это и есть молочные блюда, мясные. Негізінен дәстүрлі қазақ тағамдарының көбі сүт тағамдармен еттен және ұннан дайындалады. Составлял основу всей казахской кухни. Міне, біздің салмамыз дайын. Ал енді мен сіздерге қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті туралы аз кем әңгімелеп берейін. Қазақтың сәндік қолданбалы өнеріндегі маңызды саланың бірі зергерлік өнер. Зергерлік өнер әрі кәсіп. Оған балаларды жастайынан баулыған. Растили с самого младенчества. К зергерам прививали. Зергерлікті алдымен өнер, ұлттық мақтаныш деп сәби кезінен санасына құйған. Сөйтіп отанға, туған жерге, ұлтқа деген сүйіспеншілікті бойларына сіңірген. Осынау зергерлік бұйымдардан қазақ халқының қола дәуірінен бастап бүкіл тарихын көруге болады. Алдымен ерекше стиль, металл түрі, жасау технологиясы. Дәстүрлі мәдениеттің барлық сұлулығы әрқашан зергерлік бұйымдар арқылы көрініс тапқан. Біз әңгіме айта отырып бүгінгі тағамды дайындауға кірісеміз. Зергерлік өнер кең көлемде насихатталады. Бала кезден пайдаланатын ұлттық нақыштағы бұйымдардан бастап, ер жетіп азамат болғанға дейінгі зергерлердің шеберлігін көре аласыз. Бала кездегі әшекей түрлері былай аталады: түйме, тұмар, сонымен қатар үкі аяқ. Үкі аяқ зергерлердің балаларға арнайы әзірлеген әшекейі. Әсіресе сәби дүниеге келгенде зергерден ең әдемі үкі аяқты алып, баламның ұйқысы тыныш болсын деген ырыммен бесік келіп қойған.
колыбель с таким пожеланием, чтобы этот ребенок всегда рос в спокойствии. Но предметный мир детства... Әрине, балаларға арналған әшекей түр санаулы. Олар көгілдір түсті өзіндік қасиеті бар мүйізді тастар болған. Камни, такие как бирюза, сердолик, потому что сердолик и бирюза имели свойства оберега. Ну а дальше это... Одан әрі түрлі сән мен салтанатқа толы әйелдердің әшекей әлемі. Под предметным миром женщины можно раскрыть... Бұл жерден сіз зергерлік бұйымның барлық сыр мен сымбатын аша аласыз. Ес біліп бойжеткен кезден кейуана жасқа жеткенше тағылатын әшекей бұйымдары. Олар әсіресе күміспен күптеліп, алтынмен апталған әшекейлер болған. В основном... Әйелдер әдетте күміс киюді жөн көреді. Өйткені күміс емдік қасиетке ие. И даже когда... Тамақ дайындағанда да әйелдер әрқашан күміс білезіктер мен күміс жүзік киетін. Серебряные кольца с камнями. У меня тут, к примеру... Міне, мысалы, менің құсмұрын жүзігімнің жиегі таспен безендірілген. Конечно, украшение өңір жиек. Қазақта қыз балаларға ерте жастан зергерлік бұйымдарды қалай тағу керектігін үйретті. Әр әшекейдің тәрбиелік мәні бар. Соны саналарына сіңіріп өсірген. Ал зергерлік бұйымдардан әйелдің қандай мәртебеге ие болғанын, қандай әулеттен шыққанын және қанша жаста екенін білуге болады. Біз сүбе орама дайындадық. Еттен жасалған орама болып шықты. Такой вот мясной рулет. Енді оны екі жағынан жақсылап жіппен байлаймыз. Хорошенько с двух сторон. Сүбе ораманы бірден дайындауға болады. Табаға салып пісіріп, немесе оны кептіріп, тіпті аздап қақтауға да болады. И немного подкоптить. Подготовили. Міне, орама дайын болды. Оны тұзды суда қайнатуымыз керек. Суға аздап тұз қосып, отты сәл басамыз. И опускаем. Сүбені пісіруге 1,5-2 сағат кетеді. Қазақ дастарханында десерттің түрі көп болмаған. Аз болса да өте пайдалы және негізінен сүт өнімдерінен дайындалған. Готовились в основном на основе молока. Будь то козье, Ешкі, түйе, бие, тіпті қой сүті болсын. даже использовали овечье молоко. И Ал бүгін біз ешкі сүтінен сүзбе десерт дайындаймыз. мороженый десерт на основе козьего молока. Все мы знаем, что Қазақ негізінен қой баққан халық екенін бәріміз білеміз. Бірақ қой бар жерде әрқашан ешкі болатын. всегда были козы. Из козьего молока готовили Ешкі сүтінен де неше түрлі өнімдер жасалды. Айран, ірімшік, май, йогурт, құрт. Сондықтан ең дәмді десерт ешкі сүтінен дайындалатын да рас. самый вкусный десерт считается на основе козьего Бізде бүгін ешкі сүтінен жасалған сүзбені алдық. творог. Свежий творог из козьего молока. Оған кішкене кілегей мен бал қосып, бәрін мұқият араластырамыз. Меда. Тщательно все это перемешиваем. Из козьего молока готовили Ешкі сүтінен неше түрлі өнім дайындалады. Мысалы, айран, ірімшік, құрт, йогурт. сыр, курт, йогурты и козьего Ешкі сүті өте пайдалы деп саналған. Әсіресе оны үлкендерге берген. особенности его рекомендовали старшим. На традиционном дастархане можно было Дастарханда сүттің әр түрін көруге болады.
Мысалы, түйе сүтінен бал құрт деп аталатын десерт дайындалды. Такой десерт, который называется бал-құрт. Бал-құрт это... Бал құрттың жасалуын айтайын. Қою қоңыр түске дейін қайнатса, табиғи тәтті дәм береді. Және бұл десерт ірімшікке ұқсайды. Сладкий вкус, и этот десерт похож на ириску. Вот таким лакомством. Міне оны балаларға берген. Ал біздің десертіміз де дайын болды. Енді оны безендіреміз. Ол үшін кептірілген өрікті пайдаланамыз. Кептірілген өріктерді осылай кесіп, жаңа піскен жидектерді қосамыз. Небольшими кубиками. Добавляем свежие ягоды. Мы используем голубику. Но также... Әрине, ол үшін құлпынай мен таңқурай және қарақатты да алуға болады. Міне десерт дайын. Алайда хош иісті ыстық шайсыз десерт бола ма? Ендеше қарақұмық шайын дайындаймыз. Чай қарақұмық. Почему этот чай называется қарақұмық? Неліктен бұл шай қарақұмық деп аталады? Өйткені шай шынымен қарақұмықтан дайындалады. Самауырдың хош иісі қандай? Ал самауырда қайнаған шайдың дәмі қандай? Самовара, он просто незабываемый. И именно это... Дәл осы дәм мен хош иіс әрқашан туған шаңырағымызды еске салады, сағынышымызды басады. Енді дәмді шайымызды дайындауға кірісеміз. 2-3 ас қасық қарақұмық пен қара шай жапырақтарын аламыз. Сәл ғана шай, кілегей, аздап науат қосып қайнатамыз. Сливки. Немного навата. И завариваем. Хош иісі танауыңды қытықтайды. Керемет. Чай должен настояться. Шайды 10-15 минутқа қою керек. Шай дайын болғанша мен сүбе ораманы түсіріп аламын. Достану сүбе орама. Оны дастарханға қоюға дайындаймыз. Сүбе орама әсіресе ер адамдардың ең сүйікті тағамы. Өйткені бұл өте тойымды және пайдалы. Очень сытное и полезное. Сүбе орама. Ер адамдар сүбе ораманы көбінесе аң аулау кезінде немесе қандайда бір бас қосу мен мерекелерде дайындаған. Какие-либо совместные посиделки или праздники. Мы освобождаем. Біз жіпті босатамыз. Нити. Ет өте дәмді болып шықты. Табақты жусаймен безендіреміз. И нарезаем. Біздің тағам дайын.
міне сүбе орама. Ешкі сүті қосылған сүзбе десерті мен қарағымы хош иісті шайы осылай дастарханның берекесін келтіреді. Чай, қара құмыр. Приятного Ас болсын. аппетита! Сіздермен болған мен, Әйгерім Мұсағажинова. Қазақтың дәмді дастарханында кездескенше.